Сәлем, творожный рогалики дайындаймыз. Ыдысымызға 400 грамм творог саламыз. Бір жұмыртқа қосамыз. 40 грамм қант қосамыз. Және 100 грамм бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. 250 грамм ұнға 10 грамм разрыхлитель қосып араластырамыз. Творожный массамызға ұнның жарты бөлігін қосып бір араластырып аламыз. Қалған ұнды қосып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай болып шықты. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Қамырымызды домалақтап жаямыз. Қамырымыздың қалыңдығы қатты қалыңда, қатты жұқада болмауы керек, орташа яғни. Қамырымызды осылай бірінші 4 бөлікке, содан кейін әр бөлікті тағы да бір бөлікке бөліп, ортасына азғантай шай қасықпенен, жарты шай қасық толтырмай, қант салып, рогаликті ораймыз. Противеньге пергамент бумагасын төсейміз. Сөйтіп рогаликилерді орналастырамыз. Рогаликиміздің бетіне сүт жағып, аздап қантпен әрлеп, 180 градуста 20-25 минутта пісіреміз. Өте дәмді творожный рогаликтеріміз дайын. Сіздермен болған Асел, ас болсын!